Сәлем достар. Мынау менің ермек создание, яғни пластилиннен өз қолыммен жасаған Левиафан деген танкім. Барынша тырыстым. Менде азғантай ғана пластилин болатын, және оның түстері бір-біріне бірігіп кеткен. Сонда да жақсы келтірген сияқтымын. Мына жердегі үшбұрыш немістердің белгісі. Сіздерге намыны орыпты ма? Енді сіздерге алдынан көрсетейін. Алдынан. Арғы бетте өзі сондай. Артқы бетін көрсетейін сіздерге. Және де міне достар, міне мына жеріндегі мүйізі, мынау көзі, мынау мұрны, мынау жағы, мынау құйрығы, мынау қанаттары қаңқа. Humanimations-тегі Левиафаннан аумайды, бірақ тек бұда бір айырмашылығы бар. Құйрығында. Бұл менің өз ойымнан жасап шығарған Левиафаным. Достар, бұны мен негізі сол Humanimations-тің обычный танкісі қылып жасағам. Бірақ ойлана келе ранзардағыдай скорпион қылғым келген. Бірақ одан кейін ол қызық болмаған соң Левиафан жасап шығардым. Мұрны өзінікі, көзі мына жеріндегі автоматы болған, сол өзінікі, мүйізі өзінікі емес, жағы өзінікі емес, қанаты емес, құйрығы да емес. Короче, тек бұл жерде қаңқасы ғана өзінікі ғой. Одан кейін кәдімгі танкыдан кейін Левиафан жасап шығарған. Осы бөлшектерін бөліп. Достар, осымен бүгін менің видеом аяқталды.